Ассалаумағалейкум, Мырзашөл биогомус өндіруші ағайындар, қалдайсыздар, жағдайларыңыз жақсы ма? Ауыл елдеріңіз, аймақтарыңыз барлығы аман ба? Енді мына сіздермен бір бөлісіп қояйын деп отқаным. Мынау капуста 10 январ күні 105 кастаға өндірілген биогомусқа 50-де 50 деп жатырмыз ғой, жаңа бір шелек торпаққа бір шелек биогомус қосып 105 кастаға өндіргенбіз, пикровка істегенбіз. Мынау енді қазір бір айдан асты, 10 январда отырылған. Бұның ішіндегі астындағы тамырлары мынау өтіп кеткен. Өте өсімі күшті болады екен бұның. Өте күшті, тез өседі екен. Бұда барлық витаминдер бар екен. Бұмен қатар егілген, торықпай егілген капсулаларды көріп салыстырып жүрмін. Оның астында мыналар өте жылдам өсіп жатыр. Соны диқандар көрді, біздің көзімізді жеткіздіңіз, мынаған істесек болады екен ғой деп жатыр. Соны осыны сіздерге деп тастап қояйын деген едім. Ал істеріңізге береке берсін, кәсіптеріңізге береке берсін, диқаншылықтарыңыздың берекесін берсін. Тапқандарыңыз жақсылыққа бұйыра берсін. Аман болыңыздар.